Қордайдың Қаракөз қызы халықаралық және республикалық жарыстарда топ жарып жүр. Қақпатас ауылының тумасы бүгінде дзюдо мен қазақ күресін қатар алып, ел намысын абыроймен қорғауда. Азия кубогының жүлдегері атанған спортшы енді әлем чемпионатына дайындалып жатыр. Қақпатас ауылының тумасы Өтеулі Сезімнің спорттағы алғашқы қадамы 7-ші сыныпта туған ауылында басталған. Алғаш болып оны дзюдоға бапкері Мұстафина хан баулыпты. Бүгінде сол еңбектің жемісін көріп жүрген спортшы дзюдо мен қазақ күресін қатар алып жүр. Халықаралық және республикалық жарыстарда ел намысын қорғаған Сезім 2025 жылы Алматыда өткен Asian Junior Cup турнирінде қола жүлдеге ие болса, Ташкентте ұйымдастырылған Junior Asian Cup бәсекесінде де үздіктердің қатарынан көрініпті. Спортшының бұл жолдағы алғашқы қадамы туралы анасы айтып берді. Енді мен айтайын, Мұстафина хан ағайға өте ризамын. Осы ауылда Қақпатас мектебінде оқытып, тәрбиелетіп, дзюдоға қатыстырып, ең алғашында дзюдоға қатысты қызым. Менің ойым, қыз бала болғаннан кейін қандай ана болса да ренжиді. Әй қызым, сен қыз баласың, мына жолды сен қалай таңлап тұрсың, бұл сенің жолың емес қой. Бұл жолға барғаннан кейін артқа қарай саған жол жоқ деп тұрып, мен қызыма нақ айттым. Сол кезде қызым айтты: мама, мен барам да барам, мен спортқа қатысам, мама, мен артқа қарай бұрылмаймын деп сөйтті. Бүгінде Қаршадайынан қайсарлығымен көзге түскен Сезімнің жетістіктері аз емес. Ол Орал қаласында өткен жастар арасындағы Қазақстан чемпионатында күміс жүлдегер атанса, Шымкентте ұйымдастырылған ересектер арасындағы Қазақстан чемпионатында 65 келі салмақ дәрежесінде топ жарып чемпион болды. Сонымен қатар дзюдодан Қазақстан чемпионатының жүлдегері әрі жоғары оқу орындары арасындағы 13-ші жазғы универсиаданың жеңімпазы, қазақ күресінен қола жүлдегер атанды. Қазір екі спорт түрімен айналысам: дзюдо, қазақша күрес. Соңғы жарыста қазір Алматыда өткен Кубок Азияда қола жүлдегермін. Қазақстанның бірнеше дүркін чемпионымын. Қазір осы жақында ғана Грузиядан спорттан келдім. Біз қазір енді неге дайындалып жатырық? Мирға дайындалып жатырық, әлем чемпионатына. Жас спортшы жеткен жетістігімен тоқтап қалмақ емес. Жуырда ғана Грузиядағы оқу-жаттығу жиынынан оралған ол қазір бапкерлерімен бірге әлем чемпионатына қызу дайындалып жатыр. Қордайлық палуанның басты мақсаты халықаралық аренада Қазақстанның көк туын желбіретіп, ел қоржынына тағы бір алтын жүлде салу. Айгерім Қожабайқызы, Еркебұлан Болатұлы, Қордай 24 News.